Жөтел болып жатқан кезде, көк жөтел кезінде көкемарал деген шөп бар. Қыс ауасында қазір ол жоқ. Сондықтан Арабиядан келген имбир өте жақсы көмектеседі. Жарты шай қасыққа 200 мл жаңағы кипятокты араластырып барып ішсе, сразу жөтелі қояды, қақырық түсіреді деген сияқты. Ол енді мынау Меккеге барған кезде алып келгеніміз, ал мынау қазір біздегі кафелерде беріп жүрген имбирный чай деген, ол мүлдем жаңағыдай бұл қақырықты түсірмектегі кәдімгі шай есебінде шығар. А так былай емдейтін мақсатта емес. Себебі бізге келетін Өзбекстаннан келе ма, или бір Қытайдан келе ма, әйтеуір қатты бір күші жоқ. Бұны қолдану жолын айттым деген ойдамын. Егер таныстарыңыз, туыстарыңыз Меккеге кетіп жатса, соларға айтып көріңіз. Жаңағы бізде бұны имбир дегенмен, ол жақта занзабиль деп айтылу керек, қателеспесем. Солай әкеп береді. Мынаның өзі әжептәуір жетеді. Ем болсын, қолдану жаңағы видеосы болмаса алдыңғы видеоларымды сақ қойғанмын. Жаңағы ютубан Нұрқаділ халық емі деп жазсаңыздар, сол жерде имбир қолдану жолы деген сияқты видеом бар, содан көрсеңіздер болады. Жалпы ем болсын, халық емі Нұрқаділ деген инстаграм, ютуб парақшамда басқа да емдік өнімдер жайлы көптеген жақсы ақпараттар бар.